Bad Boys Ride or Die фильмі Майамиден басталады. Біз детективтер Майк Лоури мен оның серіктесі Маркус Бернеттің қала арқылы тым жылдам көлікпен бір шараға бара жатқанын көреміз. Маркус өзін нашар сезініп, жүрегі айнып тұрғанын айтып шағымданады, бірақ Майк оған қарамастан көлікті айдай береді. Өйткені олар кешіккен болатын. Және бұл кешіккен үшін Майк Маркусты кінәлайды. Маркус Майктан дүкенге тоқтауын өтінеді, өйткені ол зімбір сусынын алғысы келеді. Майк бұған келіседі, бірақ оған тек 90 секунд береді. Маркус дүкенге кіріп, зімбір сусынын және хот-дог алады. Сол кезде дүкенге қарулы адам кіріп, оны тонауға тырысады. Әрі Маркусты да қорқытып, тапаншасын бағыттайды. Қорқақ Маркус болса, оған өзінің аса жайлы емес серіктесі жақындап қалғанын, әрі олардың кешігіп келе жатқанын айтып ескертеді. Бірақ қарақшы бұған мән бермей. Сол сәтте Майк кіріп келіп, Маркустың зімбір сусынның орнына тіске басар алып алғанына ашуланып, шағымданады. Маркус қарақшының қолын итеріп жібереді де, Майк оны аяғынан атып түсіреді. Келесі көріністе Майктың үйлену тойы көрсетіледі. Ол алдыңғы фильмде жарақат алғаннан кейін емдеген физиотерапевті Кристинге үйленіп жатыр. Кешке қарай Маркус сөз сөйлейді, ал Майк әдеттегідей қалжыңмен күлдіреді. Сөзін аяқтаған соң Маркус билеуге шығады. Бірақ дәл сол сәтте кеуде тұсында қатты ауырсынуды сезініп, жүрек талмасына ұшырайды және есінен танып қала. Келесі сахнада Маркус өзінің Майкпен бірге өткізген естеліктерін көз алдына елестетеді. Осы сәтте ол өмір мен өлім арасындағы шекарада тұрған сияқты. Бірақ бақытына орай, ол жағажайда бір ағаштың жанында қымбатты досы Гвардты көреді. Гвард оны құшақтап, әлі өлетін уақыты келмегенін айтады. Бірнеше аптадан кейін Маркус есін жинап, ауруханадан шығуға әрекеттенеді. Майк мұны байқап, соңынан ереді. Маркусты ғимараттың төбесінен тауып алады. Маркус оған өмір бойы қорқынышпен өмір сүргенін, бірақ бұл жағдайдан кейін өзін еркін сезінетінін айтып, енді ештеңеден қорықпайтынын жеткізеді. Ол енді өлуге лайық емес екенін сезеді. Екеуі бір-бірін құшақтайды. Келесі көріністе Майамидегі бір жерге тікұшақ қонады. Біз бұрынғы DEA офицері Джеймс Макградпен танысамыз. Ол картель банк қызметкермен кездесіп, Гвардтың атына бір есепшотқа белгілі бір қаржыны аударуды талап етеді. Ісінің байыптылығын көрсету үшін Макградтың адамдары банк қызметкерінің күзетшісін атып тастайды. Қорқыту арқылы ол банк қызметкерін ақша аударуға мәжбүрлейді. Аударым жасалғаннан кейін Макград банкирдің қызын қарумен қорқытып, жігітін де өзін де атып тастауын бұйырады. Келесі күні Маркус енді денсаулығы жақсарған күйі Майкпен бірге көлік айдайды. Бірақ әйелі оның демалуы керек екенін айтып тұрады. Маркус үйіне келгенде, отбасы мен достары оны қуанышпен қарсы алады. Қызын құшақтап, ол да демалу керектігін мойындайды. Бірақ Маркус ренжулі оның барлық тіске басары лақтырылған. Себебі дәрігерлер оның жүрек талмасының алдын алу үшін мұны ұсынған. Енді Тереза мен Маркус вегетариан. Кешке Майк өткеннен мазасыз түс көреді. Осы сәтте жаңалықтар тарай бастайды. Қылмыстық бөлім Гвардтың картельмен байланысы бар деп санайды. Әрине, бұл жала оны біреу әдейі істі болдырып отыр. Маркус пен Майк дереу штабқа барады, олар Гвардтың бұлай істей алмайтынына сенімді. Алайда оларға барлық дәлелдер соған нұсқап тұрғанын айтады. Бұл Майкты ашуландырады, ол Гвардтың абыройын құртып жатқанын сезеді. Сол сәтте Джуди келеді. Ол ешкімге сенбейді, тіпті Майкке де. Ол өзінің әкесінің өліміне Майктың туған баласын айыптайды. Майк штабтан шығып, түрмеге барып, Армандо мен өзінің ұлымен кездеседі. Одан Гвард пен картель туралы ақпарат алғысы келеді. Армандо оларға Гвардтың таза екенін дәлелдейтін ақпарат береді. Келесі көріністе Макград пен оның адамдары жұмысын жалғастыруға тырысады. Бірақ олар Гвардтың есепшотына кіруге әрекеттенгенде, қауіпсіздік жүйесі іске қосылып, Майк пен Маркусқа Гвардтан бейне хабарлама келеді. Маркус мұны көріп, о дүниеден хабарласып тұрғанына таң қалады, бұл күлкілі көрінеді. Гвард видеода егер олар мұны көріп жатса, оның өлгенін білдіреді дейді. Бөлім ішінде сатқындар бар, ешкімге сенбеу керек екенін ескертеді. Ол сондай-ақ оны 20 жылдан бергі істі мойнына іліп, құрбан еткісі келетінін біледі. Макград пен оның адамдары Майк пен Маркусты өлтіруге дайындала бастайды. Майк Маркусты бұл іске араластырғысы келмейді, оның денсаулығына алаңдайды. Бірақ Маркус енді өлмейтінін айтып, батыл әрекеттер жасай бастайды. Сол сәтте кадрда Кабби Лейм жүріп өтеді. Майк пен Маркус Флетчердің клубына барып, Гвард туралы сөйлескісі келеді. Флетчер олардың келетінін біліп отырған. Бірақ ол ештеңе айтып үлгерместен бұрын Макград келіп, оның басынан атады. Маркус сол кезде тапаншасын Макградқа бағыттап тұрған болатын. Макград кетіп қалады, ал оның адамдары Майк пен Маркусты қуалайды. Атыс кезінде Майк жолдың ортасында үрей шабуылына ұшырайды. Бірақ дәл осы сәтте Маркус келіп, оны келе жатқан көліктен құтқарады. Қылмыскерлер қашып үлгереді. Бірақ Рита мен оның адамдары келеді. Майк Маркусты Ритаға Гвардтың хабары туралы айтпауға көндіреді, тек оны жала жапқанын ғана айтады. Олар Флетчер көрсеткісі келген видеоны тауып алады. Онда ол картель ісін зерттегенін, ал Майк пен Маркусты бұл істен шеттеткенін айтады. Өйткені бұл істе Рис пен Санчес деген екі детектив жұмыс істеп, олар өлтірілген. Гвард сонымен қатар
бөлімде жоғары лауазымды сатқындар бар екенін ескертеді. Түрмеде Армандо Макградтың адамдарының шабуылына ұшырайтынын байқап дайындалады. Сол сәтте атыс басталып, Армандо қарсыластарын біртіндеп жойып отырады. Кейін полиция келіп, оны ұстап алады. Майк бұл туралы хабарлап, Армандоны Майамидегі қауіпсіз түрмеге ауыстыруды сұрайды. Олар келісіп, оны тікұшақпен Маркус пен Майктың бақылауымен көшіреді. Өкінішке қарай, Маркус тікұшақтың бұзақылар тарапынан басып алынғанын және ұшқышты Майк пен Маркусты шабуылдаушы етіп көрсету үшін жалған дабыл жіберуге мәжбүрлегенін түсініп қояды. Кейін Макград ұшқышты өлтіреді. Ұзақ және шиеленісті шайқастан кейін Макград бірнеше адамымен бірге қашып кетіп, тікұшақты құлатуға мәжбүрлейді. Майк пен Маркус қалған дұшпандармен шайқаса отырып, Армандоны ашық тұрған люктен құлап кетуден құтқарады. Олар оны босатып, Армандо оларға апатты қону жасауда көмектеседі. Олар көлге қонады. Майк пен Маркус Армандоның соңынан еріп кетеді. Осы уақытта билік апат орнын тексереді және Майк пен Маркусты айыптайтын дабыл хабарын қабылдайды. Рита да бұл хабарды естіп, Майк пен Маркус мұндай қылмыс жасай алмайтынына сенеді. Соған қарамастан Майк, Маркус және Армандо енді қашып жүрген қылмыскерлер деп жарияланады. Макград Майк пен Маркустың бастарына Майамидегі барлық гангстерлерге $5 миллион сыйақы тағайындайды. Майк пен Маркус Армандомен бірге жасырынып жүр. Маркус бұл сәтті Майктың ұлымен жақындасу үшін жақсы мүмкіндік деп санайды. Бірақ екеуі де бір-біріне жақындайын деп тұрған жоқ, тек аттарын тазартуды қалайды. Келесі күні олар бір жерге барып, киімдерін және көлікті ауыстырады. Алайда Майамиге қайтып бара жатқанда көліктері бұзылып қалады. Майк Табита есімді танысына барып, қару-жарақ, киім және көлік сұрайды. Табита көмек көрсеткені үшін Майктан түнді бірге өткізуді талап етеді. Бірақ ол сатқын болып шығып, басқа гангстерлерге оларды ұстап беру үшін уақытты созып жүрген екен. Сол кезде полицияда жаман жігіттер орналасқан жер туралы мәлімет алады. Ғимараттан шыққан кезде қарсыластар оқ жаудыра бастайды. Олардың қатарында Майк оның қолын ет балғасымен сындырған Менни де бар. Алайда Майк пен Маркус пен Армандо бірге қашып кетіп, көлікпен Менниді езіп кетеді. Кейін оны молотов коктейлі жарып жібереді. Олар ақыры аман қашып құтылады. Келесі күні олар Дорнға барады. Ол Келлимен құпия қарым-қатынаста болғанын біледі. Олар Армандоның Майк пен Маркуспен бірге жүргеніне наразы. Бірақ бәрі бірлесіп миссияны аяқтауға келіседі. Тергеу бірнеше күнге созылады. Сол кезде Армандо Макградтың суретін тауып, тек жүзін ғана тани алады, аты есінде жоқ. Майк Ритаға қоңырау шалып, Ховардты ақтайтын дәлелдері бар екенін айтады. Сол уақытта Дорн Майк пен Маркустың үйлеріндегі қауіпсіздік камераларынан Макград адамдарын, олардың отбасыларын ұрлау үшін жібергенін байқайды. Майк Кристинге, ал Маркус Реджиге қоңырау шалып, ескерту жібереді. Реджи Тереза, Меган және кішкентай Маркусты жасырып, өзі қару алып, арнайы дайындықтан өткен қабілеттерін қолданып 17 бұзақыны жояды. Бұл Маркусты таң қалдырып, Реджиге деген құрметін арттырады. Ал Кристинге Келли көмек ұсыну үшін келеді. Бірақ Макградтың адамдары үйге кіріп үлгереді. Макград Майкқа қоңырау шалып, Армандо мен Ховардтың барлық дәлелдерін берсе ғана, Кристин мен Келлиді аман қоятынын айтады. Армандо өзін беруге дайын болса да, Майк Макградтың ақпаратты Ританың жігіті Локвудтан алып отырғанын біледі. Майк Ритаға қоңырау шалып, оны ескертіп үлгереді. Рита оның соңынан кетіп бара жатқанын байқайды. Сосын ол Локвудтың телефонын тартып алып, шын мәнінде оның сатқын екенін түсінеді. Олар төбелесіп қалады. Бұл кезде Дорн мен оның сүйіктісі келіп, Ритаға көмектеседі. Топ соңғы шабуылға дайындалып, Кристин мен Келлиді құтқаруға бет алады. Макград пен оның адамдарына Майк өзін Локвуд етіп таныстырып қоңырау шалады. Кристин Макградтың қолына қарап, онымен не болғанын сұрайды. Ал ол Майк отбасын аман қалдыру үшін жалынады дейді. Майк пен Маркус шабуыл жоспарын іске асырады. Жолда олар бұл маңда қауіпті қолтырауын Дюк бар екенін біледі. Макград пен оның адамдары Локвудты күтіп тұрғанда, Майк Макградты көздеп тұрғанымен, тағы бір дүрбелең шабуылына ұшырап, Кристинді жаралап аламба деп қорқады. Гаторлар Армандо жаққа келе бастайды. Бір бұзақы оны байқап қалады, бірақ Армандо оны атып, өзенге құлатып жібереді. Оны қолтырауын жеп қояды. Айқас басталып кетеді. Локвуд қашуға тырысады, бірақ Рита ұшақты атып түсіреді. Ол ғимаратқа құлайды. Маркус өзенге құлап кетеді, ал Майк оны қолтырауынан құтқарып қалады. Армандо Келлиді құтқарады. Макград Кристинді тұтқында ұстап қашып барады. Локвуд Дорнды жаралап, Ританы атуға тырысады, бірақ ол оны Дюктің шұңқырына итеріп жібереді. Локвудты қолтырауын жеп қояды. Федералдық агенттер қылмысы орнына келеді. Маркус сол баяғы ағашты көреді, есінен танып қалғандағы. Сол сәтте Макград оны ұстап алып, Майкқа бір жақыны өледі деп уәде етеді. Майк Маркус өлмейді, ол өлімге қарсы деп айтып, оған оқ атады. Оқ кеудесіндегі бронежилетке тиеді. Бұл сәтте Маркус жылап жатады. Дәл осы кезде Джуди Армандоны тапқанда оны өлтіргісі келеді. Бірақ Келли араша түсіп, Армандо оның өмірін сақтап қалғанын айтады. Джуди оны босатады. Ал Майк Армандоны құтқару жолын көрсетеді. Полиция Макградтың тірі қалған адамдарын тұтқындайды. Ал жаңалықтарда капитан Ховардтың толықтай ақталғаны туралы хабарланады. Кейін Майк, Маркус және жақындары барлығы саябақта барбекю жасайды. Реджи тауық етін әкеліп,
гриль жасауға болама деп сұрайды. Bad Boys оны бастап күлкіге алады, бірақ ол отбасын құтқарғанын есіне түсіріп, гриль жасауға рұқсат береді. Реджи қуанышты күлкімен мәз болады. Фильм осымен аяқталады.